Barchaga salom dostlar. iPhone 11 Pro oynatılıp жатыр Telegram'da dostlar. Host Telegram и описание комментарияда Telegram'ның ссылкасы болады. Осыған срочно кіріп Telegram'da ойынға қатысамыз. Просто Telegram кіреміз болды достар. Осы iPhone 11 сіздікі болуы мүмкін. Barchaga salom dostlar. Sizlerмен sport жаңалықтары. Әлем чемпионы Жанқош Тураровтың келесі қарсыласы белгілі. Бірінші жартылай орта салмақтағы өнер көрсететін қазақстандық боксшы Жанқош Тураровтың келесі қарсыласы белгілі болды деп хабарлайды. Қазіргі таңда IBO ұйымының чемпионы болып келетін Тураров келесі айқасын 10 желтоқсан Алматыда өткізеді. Жанқоштың қарсыласы 38 жастағы жапониялық Акихиро Конда. Бұл жекпе-жекте Тураровтың чемпиондық белбеуіне бөлек WBI Gold титулы сарапқа салынады. Бокста Спартакианың жартылай финалда өткен 7 боксшы іркітілді. Бүгін Астанада өтіп жатқан бокста республикалық Спартакиялық 4-ші жарық күні өтті деп хабарлайды. Бүгін 48, 54, 60, 67, 75, 86 және 92 келедегі аса салмақта ширек финалдық айқастар өтті. 48 келеді. Теміртас Жүсіпов қарсыласы Раушан Турақоловты 5-0 есебімен таза жеңді. Одан бөлек Нұрсұлтан Алтынбеков 54 кг, Талғат Сырымбетов 60 кг. Алым чемпионы біріншілігінде күміс жүлдегері Дулат Бекбаев 67 және Нұрқан Раис 75 жартылай финалға жолдама жеңіп алды. Ал белгілі чемпион Александр Усиктің спарринг серігі аса ауыр салмақтағы Нұрсұлтан Аманжолов Олжасу Бұқаевқа 1-4 есебімен есе жіберді. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Бізбен бірге болыңыздар, ең ақырғы хабар бізбен болады. Баршаға рахмет.